Береке мен ризыққа, игі мақсаттарға жетудің басты жолы бірлік пен ынтымақ екендігі өмір шындығы. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Бүгін біз сіздермен бірлік ынтымақ жайында сөз қозғаймыз. Студиямыздың қонағы Республикалық Әзірет Сұлтан мешітінің ұстазы Фархат Исаұлы. Қош келдіңіз. Фархат Исаұлы, пайғамбарымыз, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, муминдер кірпіштен қаланған бір ғимарат іспеттес дей отырып, осы бірлік пен ынтымақтың қаншалықты маңызға екендігін айтып кеткен. Жалпы шариғатымыз осы туралы тағы нелер айтады? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жалпы дініміздің келуіндегі мақсатының бірі жалпы бірлік, ынтымақ. Жалпы шариғатымыз, дініміз ислам діні келместен бұрын бүткіл әлемде, араб түбегінде де сондай әртүрлі дін өкілдері, әртүрлі дін болып, олардың бірікпеуінің себебінен Алла Тағала соңғы ислам дінін жіберді, және соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам жіберді. Енді қарап отырсаңыз, ислам пайғамбарымызға 610 жылы келген болса, сол жылдан бастап алғашқы 10 жыл осы елді бірлікке, ынтымаққа шақырған. Тіпті Құран-ы Кәрімде Алла Тағала «Уa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррақу». «Уa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррақу». Аяттың мағынасында Алланың дінінен, Алланың жібінен барлығын бекем ұстаңдар, ва ла тафаррақу, және бөлінбеңдер дейді. Ал пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам хадисте көпшілікпен бірге болыңдар, және де жік-жікке бөлінбеңдер деген. Қарап отырсақ, дініміздің негізгі мақсатының бірі осы бірлік, ынтымақ екен. Ал енді бірлік, ынтымақ болған жерде, ол біз білеміз, берекет те, байлық та барлығы келеді. Сондықтан да Төле би бабамыз айтады, бірлік болмай, тірлік болмас дейді. Қараңыз, қазақ халқында осындай керемет сөздер бар. Сондықтан бұл бірлік болған жерде ғана береке де болады, тыныштық та болады, ынтымақ болған жерде байлықта барлығы болады екен. Енді мына мәселеге оралсақ, жалпы ынтымақ, бірлік жоғалған сәттерде, ренішті жағдайлар орын алған кездерде мұсылман адам қандай амалдар орындаған дұрыс? Әрине, пенде болғаннан кейін, адам болғаннан кейін бір-біріне әртүрлі уақыттарда, әртүрлі жағдайда ренішсіз болады. Бұл заңдылық нәрсе. Өйткені инсан деген сөзінің мағынасы бұл ұмыту дегенді білдіреді. Түбірі нәсия түбірінен шығады, яғни ұмыту. Адам қоғам болғаннан кейін ренішсіз қалуы мүмкін, екі мұсылман бауыр. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала бұл жайында «Иннамал муъминуна ихватун, фа аслиху байна ахавайкум, ваттақуллаха лааллакум турхамун». Шынында, расында мүминдер бір-біріне бауыр. «Фа аслиху байна ахавайкум». Егер бір-бірлеріне ренішсіз қалған болса, бірден түзетіңдер, бірден татуластырыңдар, ваттақуллаха, Алладан қорқыңдар, лааллакум турхамун, бәлкім Алла Тағаланың рахметіне, мейіріміне кенелесіңдер дейді. Енді дінімізде айтылады, пайғамбарымыз хадисінде келеді, егерде дейді бір мұсылманға ренжіп қалатын болса, араздасып қалатын болса, 3 күннен артық ренжу бір-біріне дінімізде тыйым салған, оны харам деп айтылады. Міне, сондықтан осы екі мұсылманның арасын жарастыру өте маңызды дүние. Тіпті дінімізде өтірік айту үлкен ауыр күнә. Жала жабу, өтірік айту. Бірақ шариғатымызда осы 3 жағдайда өтірік айту рұқсат берген. Соның екеуі осы бірлік жайында екен, ынтымақ жайында. Біріншісі соғыс жағдайында болса, екінші бұл ерлі-зайыптылардың арасын жарастыруды өтірік айтуға болады. Ал енді үшінші жағдайда екі мұсылман араздасып қалатын болса, осы үшінші жағдайда өтірік айтуға болады екен. Қараңыз, демек дініміз 3 жағдайда өтірік айтуға рұқсат берген болса, соның екеуі
осы ынтымақ бірлік екен. Енді қазақ қашанда көрші ақысын жете түсінген ғой, көрші ақысы тәңір ақысы деп қоңсылықты ерекше қадірлеген. Осы көршілер арасындағы бірлік ынтымақ жайында шариғатымыз не айтады? Бұл татулық деген табылмас бақыт дүние. Әрине дінімізде көршіге дұрыс болу керек, көршіге жақсы болу керек, тату болу керектігін ескертеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің жанындағы Абу Зар деген сахабаға былай дейді: ей Абу Зар, егерде сорпа дайындайтын болсаң, суын көп қыл, суын көбірек қос. Өйткені суын көбірек қос және көршілеріңе бер. Өзі тоқ болып, көрші аш болған адам, ол бізден емес, яғни мұсылманшылықтан емес деген. Сондықтан бұл үлкен бір ескерту. Жүрегінде иманы бар, Аллаға иман еткен, ақыретке иман еткен мұсылман адам үшін бұл үлкен бір нәрсе, үлкен дүние. Абысын тату болса, ас көп дейді. Бұл да бір жаңағы көршілердің абысын жеңгенің арасындағы бірлікті білдіреді, бір ынтымақты білдіреді. Барлық айналып келген уақытта, егерде бір әулетте бірлік болатын болса, ынтымақ болатын болса, ол сол әулет әрқашан елдің алдында, халықтың назарында болған. Міне қарап отырсақ, қазіргі таңда үлкен жанұялар өте көп. Бірақ араларында бір басшыға, соның арасындағы ақсақалына немесе үлкен бір көкесіне бағынбайтын болса, тыңдамайтын болса, ол ешқашан семьяда береке болмайды. Дінімізде Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: Алла Тағалаға серік қоспаңдар дейді. Және де ата-аналарыңа қандай жағдай болса да қамқор болыңдар. Олар да егерде олар қолдарында қартаятын болса, жаңа уф деп айтпаңдар. Және де көршілерің әрқашан тату тәтті болыңдар деген. Қандай болсын? Жалпы жаңа өзіңіз айтқандай көрші ақысы тәңір ақысы деген. Енді қазақ әрқашан көршісімен жақсы тұрған. Бұған дәлел, егер көршісі ауырып немесе сырқаттанып қалатын болса, ең біріншісі сол жақын көршісі бірінші барып, оның көңіл күйін, жағдайын сұрайтын болған. Қазақта бір сөз бар: үй сатып алма, көрші ал дейді. Көрші сатып ал деген сөз бар. Егер көрші дұрыс болатын болса, демек береке деген сөз. Ал енді тіліміздегі тағы бір сөз: жақсы көрші тапқаның, көп олжаға батқаның дейді. Демек, мұсылман адам көршіні таңдай білу керек. Сондықтан бұл көрші ақысы деген өте біз үшін маңызды нәрсе. Өйткені сіздің перзентіңіз, бала-шағаңыз сол көршінің баласымен бірге ойнайды, бірге өседі. Енді басқа дін өкілдерімен, басқа діни конфессиялармен қандай қарым-қатынаста болу керек мұсылман адам? Осы туралы айтып кетсеңіз. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала былай дейді: Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Кітап иелерімен, яғни кітап иелері христиан мен яһудилер. Олармен ең көркем түрде, сыпайылық түрде, әдептілік сақтап пікір таласыңдар дейді. Қарап отырсақ, дінімізде өзге дін өкілдеріменен біз сыпайы бола білуіміз керек. Дұрыс мәміле жасай білуіміз керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде келеді, өзге дін өкілдеріменен өте дұрыс болған. Пайғамбарымыздың заманында бір яһуди болады. Оның баласы қатты ауырып төсек тартып жатып қалады. Адамзаттың асыл тәжі болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол баланың, яғни көшеге шығып ойнамайтындығын біледі. Күнделікті көріп жүрген бала бір күндері шықпай қалады сыртқа. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі яһудидің үйіне барады.
барса бала төсек тартып ауырып жатыр. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі кішкентай балаға қарап, ей балақай, құл ла илаха иллаллах деп айт дейді. Яғни Алладан басқа тәңір жоқ деп айт дейді. Сонда әлгі бала әкесіне бір қарайды, пайғамбарымызға бір қарайды. Сонда қарап отырсаңыз, әлгі яһуди өзі мұсылман емес, өзге дін өкілі бола тұрып, ей балам дейді, егер Әбіл Қасым, яғни Қасымның әкесі, не айтатын болса орында дейді, айт дейді. Сөйтіп, әлгі яһуди бала калиманы айтты дейді. Қараңыз, бұл ненің арқасы? Бұл пайғамбарымыздың тіпті қандай дін өкілі болса да, пайғамбарымыз үшін адамзат, ол да бір Алла Тағаланың жаратқандығы, пендесі, құлы болғандықтан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған зиярат жасады. Ол баланың хәлін білді. Демек, бұл дінімізде өте маңызды нәрсе. Тіпті бұл дін зұлымдық үшін, бір қасірет үшін, қайғы үшін келген емес. Біле білсеңіз, Құран-ы Кәрімде Алла Тағала «Уама арсалнака илля рахмата лил аламин». Ей Мұхаммед, біз сені бүткіл әлемге рахмет, мейірім, пайғамбар етіп жібердік дейді. Демек, пайғамбарымыздың бір міндетіне әлемге рахымды, мейірімдікті жаю екен. Құран-ы Кәрім тағы бір аятында «Ла икраха фид-дин», яғни дінде зорлық жоқ дейді. Біз адамзат баласын ислам дініне ешқашан қинап кіргізе алмаймыз. Алла Тағала оған қалау берді, ерік берді. Сондықтан бұл дініміз азат дін болғандықтан, бейбітшілік, татулық діні болғандықтан, әркімнің өзі еркінде болады екен. Сондықтан мұсылман адам өзге дін өкілі болсын, қай дін өкілі болса да, онымен адамгершілік тұрғысынан қарым-қатынас жасай білу керек екен. Фархат Исаұлы, жалпы ел болашағы жастар деп жатамыз ғой. Өскелең ұрпақ арасындағы бірлік ынтымақты арттыру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Енді қазіргі таңда мынау 21 ғасыр дейміз, бүткіл әлеуметтік желілер дамыған уақыт. Осы жерде отырып, қазір әп-сәтте теңіздің немесе мұхиттың арғы жағындағы болған оқиғаларды көріп жататын заман. Дәл осындай сәтте кезеңде әсіресе осы жастарды бір ынтымаққа, бірлікке шақыру өте маңызды дүние. Жалпы біз ойлаймыз, жастарды бірлікке шақыру үшін, ынтымаққа шақыру үшін әрине жастармен көп жұмыс жасау керек. Оларға ынтымақтың, бірліктің, достықтың, татулықтың қадірін, қасиетін түсіндіруіміз керек. Мына біз жақында ғана осы Алла жасы, біз мінекей бір Алланың қалауымен жақында ғана осы бас мүфтидің тапсырмасы бойынша біз осы мешітімізде жас өркен жастар клубын аштық. Ондағы мақсатымыз 3 түрлі бағытта болады. Мақсатымыз осы қоғамдық, бірінші жалпы жастарды біріктіру, спорттық ойындар ұйымдастыру, екінші мәдени шаралар. Ал енді үшіншісі осы қайырымдылық жұмыстарын. Бұның барлығын, яғни жастарды біріктіріп, осындай ізгі дүниелерді жасау. Ондағы мақсатымыз не? Осы елдің наны мен суын, нанын жеп, суын ішіп отырғаннан кейін, біз елбасы бірі, оған біз тіреу бола білуіміз керек. Сондықтан біз әрқашан бұндай ізгі іске дайын болуымыз керек, және де жастарға дұрыс насихат, дұрыс нәрсені айта білуіміз керек, жеткізе білуіміз керек. Әрине сөз жеткіліксіз, біз іспенен көрсетуіміз керек. Бұл осы жас өркен жастар клубының ашылуындағы мақсаты да сол тек қана сөзбен емес, іспен көрсетсек, іспенен бір дәлелдесек екен деген ниет қана. Фархат Исаұлы, әңгімеңізге рахмет. Уақыт бөліп студиямызға келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Бүгін бізде қонақта болған Республикалық Әзірет Сұлтан мешітінің ұстазы
Фархат Исаұлы болатын. Бүкіл адамзат арасындағы ынтымақ пен бірліктің бекем болуы бейбіт сүйгіш дініміздің талабы. Абай атамыз да айтады, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп. Келесі кездескенше аман сау болыңыз ағайын.